Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұның аты мас тауық деп аталады. Дәмі тіл үйіретін ерекше дәмді тауық, мас тауық. Бұл өйткені светлое пиво дейді ғой, пивоға әзірленеді. Таза пивоға қайнап пісетін тауық. Менде мінекей бедра, тауықтың бедрасы 5 штук, одан кейін тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, ұнтақ, чеснок бар. Одан кейін әрине пиво. Мінекей ең алдымен осыларды тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, чеснок барлығын қосып, араластырып аламыз. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, иә? Содан кейін міне менде бір қолымда телефон тұрғандықтан сіздерге мен көздеріңізше алып тастай алмаймын. Сыртындағы несін, сыртқы қабығын мен алып тастаймын қазір, қыздар. Міне бедра, мына жерде тауықтың бедрасы, мына сыртқы қабатын алып тастаймын. Қыздар, маринад жақсы сіңсін десеңіздер, кез келген ет, мына тауықтікі болсын, міндетті түрде бір рет жуып алғаннан кейін кішкене кептірдім, сорғыттым. Сол кезде маринадты жақсы қабылдайды. Егер ет талшықтары суға толып тұрса, ол маринадты дұрыс қабылдамайтын болады. Сондықтан да мен жаңа мұны жуып кішкене кептіріңкіредім, сорғыттым. Мінекей, жаңағы тұз бұрышымызды, чесногымызды өстіп тауықтың екі жағына сеуіп шығамыз, жағып шығамыз. Содан кейін бұны целлофанмен жауып қоямыз. Бір неғұрлым көбірек тұрса, соғұрлым дәмдірек болады, тұз сіңеді. Жаңа табаға май құйдым, майды қыздырдым. Иә, 2 қасық, 3 қасық, үлкен қасықпен сондай май құйдым, көз мөлшерімен. Енді қызып тұрған табаға мына тауығымды саламын. Міне осылай міндетті түрде, қыздар, тауықты екі жағын қызартып нетіп алыңыздар, қуырып алыңыздар. Сонда дәмдірек болады бұл. Қыздар, кез келген етті қуыру барысында қақпағын жаппайсыздар. Онда ол қуырылмайды, тушитталып кетеді. Сондықтан да қақпағын жаппай қуырасыздар етті. Мінекей, шамамен бір 5 минуттай қуырылғаннан кейін қызардау деген кезде кері жағын айналдырып, оны да қызартып қуырып аласыздар. Менде сәл-пәл онша қатты қуырылмады, мен ерте айналдырып қойдым кері жағын. Мына жағын қуырып алғаннан кейін тағы да осы жағын қайталап қуыратын боламын, қызарғанша. Мінекей, қыздар, өте тамаша болып қуырылды. Енді бұны табаның жан-жағына қоя тұрып, майға пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Сәл-пәл алтын түстес болғанға дейін. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, пиязымыз да қуырылды. Енді жаңағы тауықты қойып, оның үстіне қуырылған пияздарымызды жайып шығамыз. Тура осы видеодағындай. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, иә? Келесі жолы мен апельсинмен қуырылатын тауықты көрсететін боламын. Апельсиннің согына. Мінекей, тура осылай қойып шығамыз жаңағы пиязымызды. Енді пиво. Кез келген светлое пивоны аласыздағы, жаңағы мынаның ішінде жарты литр ғой. Сол жарты литр пивоны жаңағы қуырылып жатқан тауықтың үстіне апарып құясыз. Қыздар, дәмі дегенің керемет болады. Бір ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы пивоны құйғаннан кейін қақпағын жаппайсыз, тура осы қалпында 10-15 минут қайнатасыз. Нормальный отта, аса қатты да емес,
аса бір баяу отта да емес, нормальный отта тура осылай қайнатасыз. 10-15 минуттан кейін келесі жағын аударасыз. Сонда қыздар общий жарты сағат қайнауы керек пивода. Міне менде 15 минут өтті. Енді келесі жағын аударамын. Тағы да 15 минут қайнатамын. Сол кезде мына пиво тартылып, қою соусқа айналады. Мен ұмытып кетіппін ғой. Мен кішкене қызыл бұрыш салдым, болгарский бұрыш. Оны міне көрсетіп жатырмын. Оны салғаным видеоға түспей қалды. Кез келген уақытта сала беріңіздер. Міне мұнда мынау соус әлі сұйық болып тұр. Сәл-пәл қою кәдімгі соусқа міне тура мынандай. Қыздар, пивоға қайнап піскен тауық мына соусын құйып ішкен кезде бұны кәдімгі картоппен де, күрішпен де жеуге болады. Өтті дәмді болады. Бір карамельге келеді дәмі. Ашты қышқыл карамель. Енді оны тіліммен айтып жеткізе алмаймын, бірақ тіл үйретіндей сондай дәмді тауық болатыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер қыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ана бақытын, әйел бақытын тілеймін. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Пока.